Гүлнұр күйеуі Ержан ауылға кеткен. Гүлнұр кешке тойға бару керек. Баласын жалғыз қалдырмау үшін күйеуінің досы Бақытжанға қоңырау шалып, өтініш айтып, баласын соған тастап кеткен болатын. Бәрі осы кезден басталған. Гүлнұр өз кілтімен есікті ақырын ашып үйге кірді. Үй іші жым-жырт. Дәліздегі әлсіз жарық қана жанып тұр. Аяқ дыбысын білдірмеуге тырысып, жатын бөлмеге жақындады. Есіктен сығалап қарағанда, жүрегі бір сәтке шым ете түсті. Күйеуінің досы Бақытжан да, баласы да ұйықтап жатыр. Бала ортасында. Бақытжан шетінде шаршаған күйі көзін жұмып кеткен. Баланы күзетіп отырған күйі өзі де байқамай ұйықтап қалған сияқты. Гүлнұр ұзақ қарап тұрды. Осы көріністе бір жылылық бар еді. Бір тыныштық. Бір үйреншікті. Бірақ сонымен бірге бөтен сезім. Ол жайлап шешініп, баласының екінші жағына барып жатты. Үшеуі бір төсекте. Түн тым тыныш еді. Гүлнұр көзін жұмды. Бірақ ұйқы келмеді. Жүрегі бір түрлі соғып тұр. Қасында болмауы тиіс адам жатқанын анық сезіп жатыр. Бақытжан да ұйықтамай жатқанын ол сезді. Себебі тынысы өзгеріп кетті. Екеуі де көзін ашпады. Үнсіздік тым ауыр еді. Бір сәтте бала қозғалып, Гүлнұр оған жақынырақ жылжыды. Сол кезде қолы Бақытжанның қолына тиіп кетті. Екеуі де селк етті. Бірақ қолдарын тартпады. Сол тиіскен сәт, түннің тыныштығынан да қатты сезілді. Гүлнұрдың жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Ол көзін ашпай жатты. Бірақ енді ұйықтай алмайтынын білді. Бақытжан да қозғалған жоқ. Бірақ оның да ояу екені анық еді. Бірнеше минут осылай өтті. Сосын Бақытжан өте баяу сыбырлады. «Ұйықтамай жатырсың ба?» Гүлнұр да сыбырлап. «Жоқ». Тағы үнсіздік. «Кеш келдіңге?» деді ол. «Иә, той ұзақ болды». Дауыстары өте бәсең. Баланы оятып алудан қорыққандай. Бірақ шын мәнінде олар өздерінің ішіндегі сезімді оятып алудан қорқып жатқандай еді. Бақытжан баяу қолын тартып алмақ болды. Бірақ дәл сол сәтте Гүлнұрдың саусақтары оны еріксіз ұстап қалды. Екеуі де қатып қалды. Ешкім ештеңе демеді. Бірақ сол ұсталған қол бәрін айтып тұрды. Сол сәтте екеуі де шекарадан өткенін түсінді. Бұл әдейі жасалған қадам емес еді. Бұл сезімнің өздігінен шыққан қадамы еді. «Мен диванға барып жатайын», деді Бақытжан сыбырлап. «Қал», деді Гүлнұр өзі де байқамай. Осы бір сөзден кейін түн мүлде басқа күйге енді. Екеуі де көзін ашпады. Бірақ енді араларындағы қашықтық жоқ еді. Үнсіздік, жүрек дүрсілі, баяу тыныс. Осы түн олардың арасындағы сезімнің оянған түні болды. Бақытжан Гүлнұрдың қолынан тартып қасына жатқызды. Гүлнұр қарсылық танытпады. Аймаласа бастады. Бақытжан осы сәт боларын біліп, ер қуатына мықты күш беретін дәрі қабылдап, дайын жатқан болатын. Аймаласып Гүлнұрдың бар жерін сүйіп, әптен дайындап астына алып, қақиған сайманын суланған тәнге салды. Туы шіркіні ай деп бақылып жатты. Екі аяғын екі жаққа жіберіп, аямай соққылап жатты. Бақытжанның арыны басылар емес. Гүлнұрдың айызын бір қандырды. Бөлмеде екеуінің шапылдасқан дауыс қана естілді. Түнімен шабысты, естен кетпес түн болды. Таңға жақын ғана екеуі мүлде ұйықтап кеткен. Таңертең алғаш болып Гүлнұр оянды. Күн сәулесі терезеден түсіп тұр. Бала әлі ұйқыда. Бақытжан да көзін жұмып жатыр. Бірақ енді бәрі басқаша еді. Гүлнұр оның жүзіне қарап, ішінен бір нәрсенің өзгергенін анық сезді. Бұл жай ғана таныс адам емес еді енді. Бұл жүрегіне кіріп кеткен адам еді. Бақытжан да оянды. Көздері түйісіп қалды. Екеуі де ештеңе демеді. Айтатын сөз жоқ еді. Себебі бәрі түнде айтылып қойған. Сөзсіз. Сол түн махаббаттың басталған түні болды. Ал ең қиыны, Ержан бұл туралы ештеңе білмейтін еді. Түн ортасы. Гүлнұрдың телефоны дірілдеп кетті. Экранда Бақытжан. О бірден жүрегі шым ете түсті. Бұл уақытта ол әдетте шоңырау шалмайтын. «Алло», деді Гүлнұр баяу. Арғы жақта үнсіздік, сосын ауыр тыныс. «Гүлнұр», деді Бақытжанның даусы сәл бұзылып. «Мен сені сағындым».
Гүлнұр бірден түсінді. Ол ішіп алған. Бақытжан, тыныш. Үйге бар, деді ол жай ғана. Жоқ, тыңдашы. Мен көптен бері айтқым келіп жүр, деді ол сөздерін әрең жинап. Мен сені сүйемін. Бұл сөздер Гүлнұрдың жүрегіне бірден жетті. Өйткені бұл сөздер екеуінің арасында бұрыннан айтылмай жүрген шындық еді. Бізге бұлай болмайды, деді Гүлнұр сыбырлап. Бірақ ол түннен кейін мен сені басқаша көре бастадым. Сен де солайсың ғой. Гүлнұр үнсіз қалды. Себебі ол қарсы шыға алмады. Ол түн екеуінің есінде анық сақталған. Бір төсекте ләззатқа батып, Бақытжанның астында жатқан сәтін есіне алды. Ештеңе айтылмаса да, жүректерінің жақындағанын түсіну. Сол түннен кейін екеуінің арасында көзге көрінбейтін байланыс орнаған. Мен сол түнді ұмыта алмай жүрмін, деді Бақытжан. Гүлнұр көзін жұмды. Мен де, деді ақырын. Тағы үнсіздік. Ержанға қарасам, өзімді кінәлі сезінем. Саған қарасам, бәрін ұмытқым келеді, деді Бақытжан. Гүлнұрдың көзінен жас шығып кетті. Бақытжан, біз бұл сезімге жол бермеуіміз керек. Бірақ ол сезім әлде қашан жол тауып алған, деді ол. Бұл сөз шындық еді. Екеуі де оны мойындамаса да, іштерінде бұрыннан бір-біріне жақын болып кеткен. Сол түннен бастап. Мен сені көргім келеді, деді Бақытжан. Қазір емес, деді Гүлнұр. Бізге ойлану керек. Бірақ телефонды қойғаннан кейін Гүлнұр ұзақ ұйықтай алмады. Өйткені ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл енді жай ғана сезім емес. Бұл екеуінің де жүрегіне терең кіріп кеткен махаббат.